Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерменен өте ерекше, дәмді, жұмсақ болып шығатын тауық етінің жасалу жолымен бөліскім келеді. Өте дәмді, ерекше болып шығатын бұл тағам өте тойымды болып келеді. Ең алдымен бізге керек мөлшердегі тауық етінің аяқтарын алып, оның бетіндегі терісін алып тастаймыз. Оның үстіне туралған қызанағымызды саламыз. Турап қойған пияз саламыз. Жақсылап қолымызбен араластырамыз. Үлкендеу ыдысқа салып араластырғандарыңыз дұрыс. Мен кішкене ыдыс алып қойғандықтан үлкендеу ыдысқа салып ауыстырдым. Бұл бізде барлық ингредиенттеріміздің дұрыс араласуы үшін ыдысымыздың үлкен болғаны қажет. Енді оған тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай саламыз. Кейін етке арналған соустың кез келген түрін салсаңыздар болады. Менде осындай түрі болды, сол себептен осы түрін пайдаландым. Бұдан жарты қасық салсаңыздар жеткілікті. Кейін бір қасық кетчупымызды салып, оның үстіне тауыққа арналған дәмдеуішімізді қосамыз. Дәміне және өздеріңіздің қалауларыңызға сәйкес кәуапқа арналған дәмдеуішті де қоссаңыздар болады. Мен осындай түрін пайдаландым. Мөлшермен бір шай қасықтай қостым. Жақсылап барлығын араластырып, бірнеше сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Жақсылап барлығы бір-бірімен араласып, сіңісіп, дәмі шығуы қажет. Маринадтың өзін жасап жатқан кезде үйдің іші ерекше иіске бөленіп, дәмді, ерекше тағам дайындалып жатқанын сезіледі. Тауығымыз жақсылап маринадталып болғанша біз келесі жұмысты жасауға кірісеміз. Картопты жақсылап аршып, жуып, турап, құрғатып қоямыз. Картопты өздеріңіздің қалауларыңызша бөліп турап қоюларыңызға болады. Маған осылай ұнайды, сол себептен осылай турап дайындап қойдым. Енді бұл туралған картоптарымызды жаңағы маринадымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып, бірнеше минутқа, шамамен 15-20 минутқа қойып, тағы да кішкене маринадтап аламыз. Бұл барлық ингредиенттерін жақсылап араласып, бір-бірімен сіңісіп, дәмін жақсы беру үшін қажет. Маринад уақыты өтті. Енді арнайы формамызда алып, тауық еттерін, аяқтарын өздеріңіздің қалауларыңызша тізіп салып шығамыз. Оның үстіне дайындалған картоптарымызды да міндетті түрде бірге саламыз. 180 градуста қыздырылған пеште шамамен 40-45 минуттай жақсылап пісіріп аламыз. Бетін ештеңкемен жаппаймыз. Уақыт өтті, тауық еттері өте дәмді, нәзік болып шықты. Үйдегі иісті айтып жеткізу мүмкін емес. Ол үшін сіздер міндетті түрде бұл тағамды дайындап көрулеріңіз керек. Тауық еті өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығады. Картоптарымыз да өте нәзік, езілмей піседі.
бұл тағамды бірінші жасағаннан отбасыларыңыздың әр мүшесіне ұнап, сіздердің сүйікті тағамдарыңыздың қатарларына кіретініне сөзсіз сенімдімін. Дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды міндетті түрде ұмытпаңыздар.